Футболшыларымыз ерледі. Олар өз алаңында есе жіберген жоқ. Қарағандылық Шахтер шотландық Селтикті айқын басымдылықпен жерді. Есеп 2-0. Бұл кездесу Қазақстан футболының тарихында алтын әріптермен жазылады. Себебі отандық клубтардың ешқайсысы бұған дейін Чемпиондар лигасының плей-оффына шықпаған. Жерлестеріміз үмітті ақтады. Кеше Астана Арена стадионында бүкіл кәрі құрлық көз тікті. Бұл матчты 20-дан астам елдің телеарналары тікелей эфирде көрсетті. Енді қарымта кездесу Шотландияда тамыздың 28-інде өтеді. Бізді ештеңе таңдандырған жоқ. Біз осындай британ мәнерінде ойнайтын Шахтерге дайындалдық. 6-7 мүмкіндігіміз болған, бірақ қарымта гол соғылмады. Екінші ойында есе жібермеуге тырысамыз. Жеңіске жетуге ең басты себепкер жиналған жанкүйерлер болды. 2-0 есебімен басым түссек те, Селтик фаворит болып қала береді. Ал егер Чемпиондар лигасының топтық кезеңіне өтсек, темекі шегуді қоям деп уәде бергем. Ол күнде алыс емес сияқты.